Маңғыстау облысы қоғамдық коммуникация орталығындағы қызықтайым жобасының кезекті саны. Бүгінгі біздің қонағымыз Маңғыстау облысы көпбейінді ауруханасының директоры Жәнібек Сұлтанұлы. Дайынсыздар ма? Онда бастайық. Отбасымыздың енді көпшілігі Маңғыстауда болғасында сол мұнай саласында жұмыс жасайды. Сондықтан мектепте оқып жүрген кезінде де сол болашағым сол мұнай саласымен байланысты болатын шығар деп ойлайтын. Бірақ енді көңілде бәрі басқаша болды. Шынын айтқанда мектеп бітіріп сол мұнай саласына политехнический институтқа түскеніммен оқып жүрген кезімде түсіндім, что маған бұл саладан гөрі сол басқа сала, адамдармен жұмыс жасайтын сала жақындау екенін түсінгеннен кейін өзімде ізденіп, сол мектеп бітіргеннен тек 5 жылдан кейін барып, сол медициналық институтқа түстім. Менің жалпы өзімнің мамандығым акушер-гинеколог. Ауыр жағдай болғанда менің есімдегі осыдан бір 10-12 жыл бұрын бір қиын жағдай болып, біздерді Бейнеу айдауындағы өте бір алыс орналасқан жерде жүкті әйел бір қиын жағдайда жатыр. Оны Бейнеуге орталыққа алып келуге мүмкіншілік жоқ. Күздің кезі, жаңбырдан кейін жол жоқ, сондықтан сол жерге барып көмектесу керек деген проблема туындады. Сол вертолетпен ұшып барып, түнде біз сол жерге баратын жерімізге вертолет қона алмады жағдай. Біз одан Бейнеуге қайтып келіп, сонымен бір 8-9 сағаттан кейін барып, біз тек сол жүкті әйелге жеттік. Бірақ сол әйеліміз аман-есен 2 жылдан кейін Ақтауға келіп, балалы болып, қазір, по-моему, 2-3 баласы бар. Сол жағдайда әлі есімде. Әйел адамның денсаулығы, жүктілік кезіндегі мына психологиялық жағдайының бәрі отбасыға байланысты. Аман-есен баланы дүниеге келтіру үшін бұл деген 2 адамның үлкен үлесі бар. Ол тек қана әйел адам емес, оның қасындағы жары, өмірлік, сол адамды поддержкасы керек. Біздің сұрақтар осымен тамам. Сіздермен болған мен Аружан Мұқитқызы. Қош, сау болыңыздар.